Қазақстан Халқы Ассамблеясы облыстық филиалы жанынан құрылған сараптамалық тобы ашаршылық құрбандарының жерленген орындарын тауып, зерттеп, ғылыми айналымға айналдыру миссиясын орындауда. Құрамына ғалымдар мен өлке танушылар, қоғам белсенділері енген делегация Екібастұз аймағын аралады. Барлау жұмысына қатысып қайтқан әріптесім Гүлсара Мәлікова түйіндесін. 20 ғасырдың зауалды жылдары жазықсыз құрбан болған жандар жерленген орындарды тауып, тарихи зердені жаңғыртуды мақсат еткен экспедициялық топты Екібастұз әкімі қарсы алды. Шаһар басшысы өңір тарихын зерделеу жұмыстарына қолдау білдіретінін жеткізді. Сіздердің қойып отқан алдыңызға мақсаттың кезеңінің деректері табылады деген ойдамын. Бізден қандай көмек келеді? Біз қашанда болсын демеуге, атсалысуға дайынбыз. Зерттеушілер екі жерлеу кешеніне ат басын тіреді, аруақтарға дұға бағыштады. Қала іргесіндегі бауырластар зиратына белгі қойылыпты. Ал шаһардан 60 шақырым жердегі Зеленая Роща ауылындағы құрбандар қорымында әзірге ескерткіш жоқ. Кімнің жатқаны, қанша адамның сүйегі жерленгені де белгісіз. Жергілікті журналист, өлкетанушы Жассерік Жәлелұлының айтуынша, төңіректе мұндай қорымдар өте көп. Зеленая Рощадан кейін 7 шақырым жерде Жақсат деген ауыл тұр. Ол Жақсат ауылының түбінде Жамбас деген жерде де осындай аштықта өлген адамдар жерленген қорымдар бар. Ол жөнінде кезінде маған осы Зеленая Роща ауылының тумасы, қариясы Мұсабеков Шапи деген ақсақал заманында айтып берген еді. Ғалымдар Кеншілер қаласындағы көнекөз ақсақалдардан да деректер жинады. Ертіс ауданының тумасы Совет Абуғажиновтың әкесі мен ауыл қарияларынан естіген туған жеріндегі болған оқиғаларымен бөлісті. Деревянка дейтін байдың сөзінде құдығы болған. Сол құдыққа 100-ден аса мүрлерлерді өлген кісілерді сөзіған толтырған. Енді екіншілер арма қарай тағы да бір қазақтың құдығы болған байдың тағы. Сол біз Ертіске қарай жақында батыс жағына қарай 4-5 шақырым жерде құдықтарды екінші құдыққа келгенде онда да 150-100-ден аса кісілерді мүрделерін теріп солай жинаған. Сараптамалық топ өкілдері жергілікті өлкетанушылармен пікір алмасып, репрессия құрбандарының ұрпақтарымен жүздесу өткізді. Біз осы ашаршылықта қайтыс болған, айтысылықта қырылған халықтардың орындарын көрейік, содан карта істейік деп, оған қойып кішкене осы бейнефильм істейік, одан кейін бір жинақ шығарайық деген меспен осы міне бір жуан болды Павлодар Ертіс баянды өңірдің барлық аудандардың, облыстың барлық қалалардың, ауылдардың барлығын аралап, соны алғаш жұмысты бастадық. Күні 4 түлікке қарап отырған қазақтың малын талауға түсіріп, азық түлігін тәркілеп, қолдан нәубет ұйымдастырған сойқан саясат ұлтымыздың жартысын қырып салды. Сол зауалдың зардабын халық әлі күнге сезінуде. Ұлттың сапасында, санында ойсыратып кеткен сүргіннің шындығын ашу бүгінгі міндет. 3 миллионнан аса тек қана қазақ халқымыздың адамдары кетті. 1 миллион қазақ халқымыздың саны басқа жерлерге ауып, өз амалдарын тауып жүрді, пана іздеп. Ғылыми сараптамалық топ мүшелері Кеншілер қаласындағы репрессия құрбандарының мемориалына гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Жазықсыз жапа шеккен жандарға арналған ескерткішке гүл қою рәсімі кезінде жарқырап тұрған күн күрт бұлттанып жаңбыр төгіп кетті. Бұл тегін болмаса керек. Табиғатта адамдармен қоса жылап, миллиондап қырылған қыршын тағдырларды еске алды. Гүлсара Мәлікова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат, Екібастұз ауылдық аймағынан.